Бәрің сәлеметсіздер, мен Элистер, қалайсыңдар? Бүгін біз Вашингтонмыз, және Волгоград сервистер. Превьюдан көріп отырғанда мен бан кеткен болатынмын. Не үшін кеттім, қалай кеттім, бан шықтым, строительный компания Госқа кеттім, 24-7 кеттім. Бәрін де айтатын болдым, ал біз видеомызға кеттік. Иә, мен 6 наурыз күні банға кеткенмін. Причина реклама сети болған болатын. Мен казинода тұрам. Бір бала келеді, казиношник дейді, мен ахаға деп күліп атам да, яғни копировать етіліп тұрған ссылка бар еді менде, сол қойылып кетеді, жібереді. Казиноның үстінде админ тұрған болатын, слизить етіп. Или мен слизить етіп па, білмеймін, мен сол жерде сразу банға аттықты. Мен обжалование жаздым, бір рет емес, 2-3 рет жаздым. Бәріне отказ беріп отырды, біз саған ең аз срок бан бердік, анау мынау деп. Потом уже ана жерде уже мен настроение менде түсіп кетті. Потом мен соңғы рет сразу кураторға айттым ВГ-дан. Потом уже уақыт болды да, уже уақыт уже слизетін эскі. Уже 24-7 кетіп қалған, арзамас перекресткте болған етін. Строительный компания сол күні банға кететін, ұшатын болған Госқа. Мен сол кезде гаға жазған болатын. Мен уже 24-7 кетіп қалды. Енді соңғы рет осындай қайталанбайды, анау мынау деп жазған болатын. Жарайды деп га өкінішке демек қойын, енді қуанышқа орай разбан берген болатын. Сразу сол жерде отыграть етіп, бәрін ойынға кіріп, бәрін дұрыстап, фаманы дұрыстап, бәрін дұрыстаған болатын. Енді сол баннан шықтым. Енді скоро путь жасайтын болам 24-7-ге. Білмеймін енді қандай бір нормальный финкасымен или АЗС-қа. Енді келесі видео 24 сағат авторанкті деген видео болады. Енді скоро видео 2-3 күнде болады. Енді бан кетіп қалдым онда, а то нормально көтеріліп отқам. 24-7 алып қойған едім мен арзаныс перекресткті. Ол Госқа кетіп қалды, продукты жоқ болғандықтан. Енді көреміз енді не болатын алдағы уақытта. Бәрін ақшалардың бәрін жинап, перекур жасап, бүкіл видеоларды YouTube каналға салып отыратын болам. Ал енді видеоны лайктарыңды басып, комментарийларыңды жазып, каналға тіркеліп, лайктарыңды аямай басып, келесі видеоны күтіңдер. Скоро болады видео. Ал бәріңе давайте, пока-пока.